Фейзи ТV. Анна туралы қызықты факт. Топ 5. Эрендель патшайымы Анна. Анна 2013 жылы көрерменге жол тартқан Мұзды өлке және 2019 жылы шыққан оның жалғасы Мұзды өлке 2 мультфильмінің негізгі кейіпкері. Ол Агнар патша мен Идуна патшайымның кіші қызы, Эльзаның сіңілісі. Кішкентай кезінде Эльза сиқырлы күшімен Аннаны абайсызда жаралап алады. Яғни Анна балалық шағында бір өлімнен аман қалды. Осы оқиғадан кейін апалы сіңілі Эльза мен Анна 13 жыл бойы бір-бірін көрмейді. Анна 13 жыл үлкен хан сарайында жалғыз өмір сүреді. Анна қаншама уақыт жалғыздықта жаны жабырқаса да, ақ көңілді, мейірімді бойжеткен қыз болып өседі. Ол қиындыққа мойымайтын қыз. Күндердің бір күнінде патшайымды таққа отырғызу салтанатты кешінде Эльза өзінің сиқырлы күшін басқара алмай қалады. Оның сиқыры бүкіл қамалды мұз қылып қатырып тастайды. Биік тауға қарай кетеді. Анна әпкесін уайымдап белгісіз орман мен алыстағы тауға Эльзаны іздеп кетеді. Бұл жол қанша қиын әрі қорқынышты болса да, әпкесін іздеп жолға шығады. Ол кешірімшіл, бауырмал қыз. Ол сондай жанашыр әрі батыл қыз. Ақпарат disney.fandom.com сайтынан алынды. Қазақ тіліне аударған Фейзи ТV. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңыз. Каналымызға жазылыңыз. Фейзи ТV. Және де коммент қалдырыңыз.